Мен өзім бала кезімнен құмартқан кәсібім шопырлық еді. Машина айдап жүруге жалықпаймын. Жүргізушілер контингент қандай? Ол кісілер жұмыс іздеп жүрген адамдар. Ағылшын тілін 5 тілде білемін ғой, сөйлей аламын ғой. Көбінесе видеорегистратор қоюды талап етеміз негізі. Өйткені ішіне де, сыртына да қойғанда, егер де жағдайлар болса, доказательство бар дегендей ғой. Тамақты жеуге болмайды деп сөйлеп жатқан. Бір машина кетіп баратқан, соның артынан соғып алғам. Жүре беріңіз, таксиде екенсіз ғой, үлкен кісі екенсіз. Жолыңыз болсын, жүре бер деп кетті. Көзіме жас алған кезім болды. По профессии жұмыс істейін десем, аэрокосмический инженерия. Бардың просто зарплаталары қатты көп емес, сондықтан мен таксовкада көп тауып отырмын. Біздің елде такси қызметін ұсынатын компаниялар арасында бәсеке бәсең. Тіпті мүлде жоқ десе де болады. Қазір нарықта дәурені жүріп тұрғандары саусақпен санарлық. Бәсеке болмаса баға бетімен кетеді. Содан ғой таксимен жүріс-тұрыс қалтамызды қағуға айналды. Дей тұрғанмен отандастарымыздың дені таксимен жүргенді жақсы көретін болып шықты. Қазақстанда 2025 жылғы қаңтар-ақпан айлары аралығында такси қызметіне сұраныс рекордтық көрсеткішке жеткен. Осы аралықта такси арқылы 20 миллионның үстінде жолаушы қатынаған. Бұл былтырғы сандармен салыстырғанда 2,4 есе артық. Студент кезінде енді подработкаға шығып жүрдік. Күн көру керек, квартира снимать ету керек дегендей, сондықтан. Сосын таксовкаға шықтым. Бірінші өзім машинам болды. Кезінде ескі машинам еді, енді сына бергеннен кейін енді көріп тұрғандарыңыздар, қазір таксопаркта жұмыс істеп жатырмын. Жерде новый машиналар, обслуживание бәрі өздерінен дегендей. Вообще проблема болмайды. Шүкір, өзімнің ипотекам жауып отырмын, кредиттарым жауып отырмын. Енді сондай жасқа келдік қой енді. Сүндетжан бізде ең ұқыпты водитель деп, жүргізуші деп айтуға болады. Себебі өзінің жұмысын бұлжытпай орындайды. Уақытылы жұмысқа келеді, уақытылы жұмыстар шығады. Жұмысты жақсы атқарады. Күнде бұлжытпай 12 сағат уақытын жұмыс істеп. Азанғы сағат 7-ден кешке 7-ге дейін ғой, 12 сағат арасында 1 сағат обед уақытым бар. Бұл такси қызметінің өз қиыншылықтары мен жеңілдіктері бар. Қиыншылықтары мынау, әсіресе қыстың күндері машина өте лас болады. Бізде тазалықты талап етеді. Соны қысымен машина жуамыз. Неше түрлі клиенттер мінеді. Ішінде қалай болса солай аяғының ласменен, қармен, балшықпен мінеді. Жүргізушілер контингент қандай? Ол кісілер жұмыс іздеп жүрген адамдар, бір жұмысқа орналасайын деп, сол жұмысқа орналасқанша біраз ақша табайын дегендер. Сол сөйтіп уақытша келеді, кейбіреулері ұнаса қалып қояды бізде. Енді жүргізушілер әрине бізде өте текучка дейді ғой. 2-3 ай істеп кетеді. Таксидықта өте көп деген ситуациялар болады. Былай қарасаңыз бар ғой, күнде. Мен өзімде бүйтіп ойлап жүрмін, таксоблогерсті мен айналысайын ба деп ше, машинаға бүйтіп камера қойып ше. Жалпы көп деген ситуациялар болады, көп адамға көмектестім, тегін апаратын кездерім болады. Сосын дағы қиыншылықтары, клиенттері енді қалада жүру қиын. Сол қиыншылық болса да, кейбір барып қалған кездерде отмена жасап жібереді. Ол да бізге кішкене қиыншылық туындырады. Әртүрлі правилалық жол қағидалар бар. Оған да қарау керек. Онсыз болмайды. Мен өзім бала кезімнен құмартқан кәсібім шопырлық еді. Машина айдап жүруге жалықпаймын. Сол
қызықшылық жоқ, рахаттанып жүремін қалада. Бізде таңертең сағат 10-да пересменка болады. Сол кезде күндізгі жүргізуші машинаны қабылдап алады, таза ағылып, полный бак бензин дейді ғой. Механикіміз бар, дәрігеріміз бар, пропуск, допуск бәрін жасап береді, оны жібереді. Ол кешке сағат 10-да келеді, машинаны жуып шайып, тазалап, полный бак бензин жасап, түнгі сменге тапсырады. Сондай бізде цикл күнде таңертең, кешке пересменка. Целая операция. 2 механикіміз бар, 2 щитоводымыз бар, 1 бригадиріміз бар, 2 HR менеджер дейді ғой, отдел кадрымыз бар, 1 дәрігеріміз бар. Мен бармын, басшысы. Сонымен бір 10 шақты адамыз администрация. Бір кісі маған 100 000 теңге қалдырып кеткен. Просто әңгімелесіп, осылай қызығушылығым, ондай кезінде мен де таксовать еткенмін дейді да. Өстіп, бауырым саған менен поддержка 100 000 теңге маған чебе қалдырып кетеді. Сондай моменттер болады. Күнде мен еще ағылшын тілін 5 тілде білемін ғой, сөйлей аламын ғой. Өзім оңтүстікте туғаннан кейін өзбек, қазақ тілін білемін, орыс тілін білемін, өйткені солтүстікте қазір тұрамын. И өзім түрікше және де ағылшынша тіл білемін. Свободно сөйлей аламын. Әсіресе осы түнде жұмыс істейтін жүргізушілерге өте қиынырақ келеді. Себебі түнде көп жағдайлар болады. Біз уже 1 жыл жұмыс істегеннен кейін білеміз да. Такси жүргізушілерінде тек қауіпсіздік деп ойлаймын. Өйткені өздеріңіз білесіздер, интернетте неше түрлі жағдайлар болады. Сондықтан байқап жүру керек. Көбінесе видеорегистратор қоюды талап етеміз негізі. Өйткені ішіне де, сыртына да қойғанда, егерде жағдайлар болса, доказательство бар дегендей ғой. Анықтауымыз класс по страховке дейді. 13-ші классқа дейін потолок. Біз 7-ші класстан жоғары аламыз. 5-3-ші класста алмаймыз, өйткені олардың тәжірибелері аз. 7-ден жоғары аламыз. Ең бірінші талап класс страховки. Екінші талап қарыздары қанша бар, жоқ. Өте көп қарыздар болса алмаймыз. Медицинский анықтамалары. Осылай дисциплина арқасында біз 9 сағат істейміз. 10 сағат, 12 сағатқа машина алып, соның 10 сағатын осы жерде линияда жүріп, өзіміздің ақшамызды тауып, өзім жинап отырам ипотекаға. Өйткені өзім басқа жұмыстарды да істеп көрдім. Таксиден шықтым да, басқа жұмысқа бардым, администратор болып. Зарплатаға жұмыс істедім. Бірақ байқадым, таксилықта көп табады екенмін мен. И сондықтан қайтадан таксилыққа келдім. Менде сосын бір қиын жағдай болды. Осы қыстың күні, осы биылғы қыста бір жас қыз мінді да ішінде тамақ жей бастады. Мен ондайды ұнатпаймын негізі. Төгіп шашып жейді. Тамақты қарындасым жеуге болмайды деп сөйлеп жатқанмын. Сол моментте алдына бір машина кетіп баратқан. Сол тоқтай қалған ғой. Соның артынан соғып алғанмын. Сол жерде менің аяқ қолым дірілдеп қорқып кеткенмін. Сөйтіп алдымдағы шофер түсіп, не болды аға деді да, байқамадыңыз ба деді. Жүре беріңіз, таксиде екенсіз ғой, үлкен кісі екенсіз. Жолыңыз болсын, жүре бер деп кетті. Соған дән риза болып, көзіме жас алған кезім болды. Таксопаркта жалпы 2 сменщиктер болады, екі түрлі жұмыскерлер болады. Біріншісі заменяющий, екіншісі постоянный. Мен постоянныйға жатам. Менің машинам күнде шығып жүретін Элантра. Мінерден бұрын біз тексеріп аламыз, кузовын бәрін, царапина, бәрін, ішіндегі тазалығын бәрін тексеріп алып, тексеріп аламыз, полный тазалығын. Сосын багаж тексеріп алғаннан кейін салонды тексереміз. Салонның ішін тексеріп аламыз. Машинаны күнде жуамыз, чтобы біздің пассажирлар таза жерде отырғандай, комфортный өздерінің үйлеріне жетіп алғандай дейді. Фарларын, козяктарын, мына жерлер сызылады иногда машиналар, өткен низкий болады ғой машиналар.
Не, бізде, например, ДТП болғанда, көрдіңіз бе, осындай жерлердің бәрін тексеріп аламыз да, олар істелінеді сразу. Недавно ДТП болған, мен емес. Сменщик. Дөңгелектің жинасын несіне олай желін тексеріп аламыз. Такси заказ береді де, бір байлар құсап отырады, ананы істе, мынаны істе деп. Көбі өздері тиіседі. Жүйкесі тозған, ол қайбір оңғаннан водитель болып істеп жүр дейсіз. Жүйкесі тозғаннан әрқайсысы тиісе бергеннен, бірақ біз олармен жұмыс жүргіземіз. Сменге шығардың алдында әрине жұмыс жүргізіп, айтып, оларға бәрін түсіндіреміз. Сыпайы болыңдар, дөрекі болмаңдар деп. Енді тыңдайтындары бар, тыңдамайтындары бар. Бес саусақ бір дейміз ғой. По профессии жұмыс істейін десем, менікі кішкене андай. Ол сфера қатты не емес та, расширенный емес, бізде аэрокосмический инженерия. Бардың просто зарплаталары қатты көп емес, сондықтан мен таксовкада көп тауып отырмын, и мен басқа да пландарым бар. Жыл сайын 22 наурызда дүниежүзілік такси жүргізушісі күні атап өтілетінін бірі білсе, бірі білмес. Бұл күні 1907 жылы Лондондағы тарихи оқиғамен байланысты. Ол кезде таксометрлер деп аталатын қашықтықты өлшейтін және сапар құнын анықтайтын арнайы есептегіштері бар алғашқы көліктер пайда болды. Бұл құрылғылар автокөліктерге енгізілгеннен бері жеке қалалық көлік такси ретінде, ал оның жүргізушілері такси жүргізушісі ретінде белгілі болды. Содан бері такси жүргізушісі мамандығы жаңғырмаса, жойылып кеткен жоқ. Керісінше жылдар өткен сайын халықтың сұранысына сай. Эконом, комфорт класс, тіпті бизнес санаттағы такси қызметтері пайда болды. Мен әлі жаспын, жасым енді 22-де, Аллаға шүкір, енді ақырындап мен таксиден басқа да нәрселермен айналысып, өзім білім алып, дамытып жүрмін да. Бұл жағым бар, бұның бәрі уақытша, әрине, бірақ таксикпен өзім ипотекамды жабамын, отбасыма ақша жіберемін дегендей, інім бар, ініме осылай жүріс-тұрысқа ақша осылай істеп отырамын да. Бір 520 мыңдай болды. Жоқ, бір күнде емес, бір айда. Өйткені күнде әртүрлі. Бір кездері болмайды, бір кездері болады дегенде. Біз по выходным көбірек табамыз. Өйткені адамдар қыдырады ғой. Адамдар қыдырғандықтан біз де көбірек табамыз. Бізде қазір шамамен 40 көлік бар. Жүргізушілер, бір көлікке 2 жүргізуші постоянник дейді. Одан кейін заменяющийлар бар, олар демалғанда шығатындар. Сонымен бір жобасы заменяющийлармен бірге бір 70-80 жүргізушілер бар. Бір 2 жүргізушіміз бар, ағылшынша білетін. Олар бірақ өздері основной жұмыстары сол неде Министерство иностранных дел. Президентіміз биыл еңбек адамдарды жылы деп белгілеген екен. Әрине бізде ризамыз. Осында еңбек адамдарын бағалағанына рахмет. Соны пайдалана бізде үкімет жағынан қолдау көрсетсе екен деп ойлаймыз. Себебі біз өз машинамызбен жұмысқа шығамыз. Оның өз алдына расходтары бар. Айына 2 рет баяу сұрамыз мысалы. Былай қарасаң, Астанада не көп, жұмыс көп. Просто тұру керек, жұмыс істеу керек, болып жатқаннан пайда жоқ екен. Сөйтіп, еңбектеніп жүрік осыған дейін уже 2-ші курстан бері таксовать етем әйтеуір.
осы салада қоғамға, осы жүргізушілерге жұмыс орын тауып беріп жатырмын мен өзімде машинаны, автокөліктерді кредитқа алып жатырмын. Осы автокөліктерді аламда мен жүргізушілерге берем. Олар күтіп айдаса жақсы, күтіп айдамайтындардың артынан ол автокөлік қазір жөндеу деген өте қиын. Бір ДТП-ға түссе, бір жерін қиратса, оны тапқан таянғанын бәрін соған саласын. Соны түсінетін жүргізушілер бар, түсінбейтіндері бар. Түсінбейтіндері ары қарай солай немқұрайлықпен қарайды да, тапқан ақшамыз сол жөндеуге кетеді. Никогда не поздно, да? Бірдеңе болмай жатырмын, просто екінші жерге бар да стараться ету керек. В общем, мен қалай жеткізсем болады. Просто дисциплина бірінші, екінші төзімділік керек, үшіншіден әр нәрсені не қыла беру керек. Талпынып, бірдеңені көріп, болмай жатса, екіншісін тағы көріп, солай көре беру керек. Әйтеуір адам табады өзін. Қазір міне түгі жоқ адам келеді, бізге жұмысқа орналасады, ол машина алады, ол табыс табады. 50-50, жартысы бізге, жартысы оған. Ол жартысын алады да кетеді, а мен жартысын алам, ол налог төлеймін, обслуживать етемін, қираса оны жөндеймін. Содан қалатыны енді сондай бір кереметтей қалады деп айтпаймын, бірақ енді өзім ойлаймын, социальный проекттің бір шеті осы шығар деп. Әрбір жұмысшыны мен қатты уважать етем, өйткені әрқайсысы өзі адал еңбек жасап, көмегін тигізіп жатыр да халыққа. Например, мұғалімдер бізге білім үйретті, мұғалімдер арқасында қазір 5 тіл білем, шүкір дегендей, көптеген нәрселер білем. Еден жуушылар тазалық дегендей, дәрігерлер денсаулық. Ең бастысы мен біреудің жұмысын, еңбегін құрметтей білу деп санаймын өзім. Өйткені бүкілін құрметтеймін мен, өйткені ақша деген оңай келмейді ешқашан. Сондықтан бүкілін бір-бірімізге уважать етсек, бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Просто андай моменттер болады, сен пол жуушысың деп, ондай кішкене төмен дәрежелеп тастайтын, ондай керек емес. Менің ойымша бүкіл адам тең, енді просто әртүрлі интеллект болады. Бізде осы халқымызға қолымыздан келгенше үлесіміз тисе дейміз. Сол еліміздің, халқымыздың мынау болашағы үшін ғой барлығы. Дүт деген жеріне аман-есен жеткізу біздің мақсатымыз. Сол еңбегімізді бағалап жүрсе, біз еңбек адамда бізде кәдімгі өзіміздің таза еңбегімізбен істеп жүрміз деп ойлаймыз енді. Неге десеңіз, қазір сұраныс, таксистерге деген сұраныс көп. Дисциплина керек, ең бастысы. Потому что таксовкада, такси қызметінде сіздер күнделікті ақша табамыз ғой. Күнделікті ақшаны біз күнделікті жаратамыз да. Үлкен планың болатын болса, бірдеңе төлеу керек, өзі жинау жағынан кішкене проблема. Дисциплинаң болмаса, money менеджментің болмаса, онда кішкене қиындау. Таксистерға money менеджмент, сол дисциплина керек болса, и шыдамдылық. Биылдан бастап таксидің жұмысын ашық әрі қауіпсіз ету үшін қызметті бақылау мүмкіндіктері артады. Бұдан бұлай біреудің атына тіркелген таксидің рөліне отырғандар жауапкершілікке тартылады. Себебі қандайда бір оқыс жағдай кезінде жүргізушіні тауып алуды қиындатады. Такси қызметіндегі тағы бір жаңашылдық. Жүргізушілер заң аясында жұмыс істегісі келсе, жеке кәсіпкер ретінде тіркелуі керек. Бүгінде такси жүргізушілері жаппай болмаса да, дені осы жүйеге көшкен.
Мұндай мүмкіндіктер такси қызметіне деген сұранысты арттырып, жолаушылардың қауіпсіздігіне кепілдік бермек.